Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Бір бөлім, тыныштық алдындағы дауыл. Іле Алатауының баурайында орналасқан шағын ғана Шалқар ауылында уақыт тоқтап қалғандай. Мұндағы жұрт таңның атысы мен күннің батысын малдың соңында, табиғаттың құшағында өткізеді. Осы ауылдың шетінде, алма бағының ортасында Жібек әженің шағын ғана ақ үйі тұр. Жібек әже ауылдың сыйлы адамы. Жасы 70-тен асса да қимылы ширақ, көзі өткір. Оның жалғыз қуанышы да, мақтанышы да немересі Аружан. Аружан қалада мемлекеттік қызметте істеймін деп айтқанмен, әжесі оның нақты немен айналысатынын білмейтін. Ол тек немересінің сирек келетініне, келгенде денесінде жаңа тыртықтар пайда болатынына және жанарының күннен күнге суып бара жатқанына алаңдайтын. Қара бұлттың үйірілуі. Ауылдың тыныштығын қара шыңғыс деп аталатын қылмыстық топ бұзды. Олар тау етегіндегі құнарлы жерлерді тартып алып, ол жерге зәулім демалыс орындарын салғысы келді. Жібек әженің алма бағы олардың жоспарындағы ең басты кедергі еді. Күнен кейген шақта үйдің алдына екі қара түсті Toyota Land Cruiser келіп тоқтады. Көліктен еңгезердей 5-6 жігіт түсті. Олардың басында лақап аты Тайсон деп аталатын, мойны жуан, беті тыртық қарақшы тұрды. «Әй, кәрі шеше!» Тайсон үйдің алдындағы сәкіде отырған Жібек әжеге дауыстады. «Саған 3-ші рет келіп тұрмыз. Мына қағазға қол қойда, үйіңді босат. Саған беріп жатқан ақшамызға қаладан пәтер алып, рахаттанып тұрасың. Әйтпесе, бағыңды өртеп, үйіңді басына құлатамыз». Жібек әже орнынан баяу тұрды. Оның қолындағы кәрі жілігі дірілдеген жоқ. «Шырағым, бұл жер менің ата-бабамның қаны тамған жер. Мына алма ағаштарын марқұм шалым екеуміз өз қолымызбен ектік. Сендердің арам ақшаларың маған керек емес. Кетіңдер бұл жерден». Тайсон мысқылдап күлді. «Ендеше өзіңнен көр. Жігіттер, мынау тілді түсінбейді екен. Сарайын қиратыңдар». Қарақшылар балталар мен темірлерін алып, үйдің жанындағы қораға қарай ұмтылды. Осы сәтте ауыл жолымен келе жатқан ескі Нива көлігі шаң боратып келіп, қақпаның алдына тоқтады. Бүркіттің оралуы. Көліктен үстіне қарапайым спорттық киім киген, шашын түйіп алған бойжеткен түсті. Бұл демалысқа келген Аружан еді. Ол қолындағы сөмкесін жерге қойып, үйдің алдындағы жағдайға бір сәт үнсіз қарап тұрды. Оның жанары кенеттен өзгерді. Бұл жай ғана қыздың емес, талай қанды шайқасты көрген, ажалмен бетпе-бет келген бұлан арнайы жасағының капитанының жанары еді. «Әже, бұлар кім?» Аружанның дауысы тастай суық шықты. «Құлыным, келдің бе?» Жібек әженің дауысы дірілдеп кетті. «Мыналар жерді бер деп қорқытып жатыр». Тайсон Аружанға қарап, мұрнын шүйірді. «Охо, мынау кім? Немересі ме? Әй, сұлу қыз, әжеңе айт, біздің жолымызды бөгемесін. Әйтпесе мына әдемі бетіңе зақым келіп қалар». Аружан ештеңе деместен Тайсонға жақындап келді. Оның әрбір басқан қадамы кәсіби жауынгердің есептелген қимылы еді. 3 секунд беремін, деді Аружан, Тайсонның көзіне тіке қарап. «Әжемнен кешірім сұрап, мына жерден жоғалыңдар». Қарақшылар қарқылдап күліп жіберді. «Не дейді?» 3 секунд. Тайсон күліп тұрып, Аружанның иығынан итермек болды. Бірақ ол қолын тигізіп үлгермеді. Аружанның қимылы соншалықты жылдам болды, айналадағылар не болғанын түсінбей де қалды. Ол Тайсонның білегін бұрап, шынтағымен бетінен ұрды. Тайсонның мұрны сарт етіп сынып, ол жерге сұлап түсті. «Бір», деді Аружан суық дауыспен. Қалған 5 қарақшы аң-таң болып, сосын бәрі жабыла кетті. Біреуі балтамен ұрмақ болды, бірақ Аружан жалт беріп, оның қолын қайырып, балтаны тартып алды да сабымен желкесінен періп жіберді. Екіншісін секіріп теуіп, кеудесін басты. Небәрі 30 секундтың ішінде 5 дәу жігіт жерде аунап, ақлап ұйықтап жатты. Аружан тіпті тынысы тарылған да жоқ. Ол Тайсонның жағасынан алып жоғары көтерді. «2», деді ол. «Тоқта». «Болды. Кетеміз». Тайсон қорқыныштан қалтырап кетті. Ол мұндай күшке өмірінде кездеспеген еді. Бұл қыздың соққысы темірдей ауыр еді.
Үш енді қайтып осы маңайдан көрсем, тірі қалмайсыңдар. Әжеме сәлем бер. Аружан оны жерге тастай салды. Қарақшылар көліктеріне қалай мінгендерін білмей, шаң боратып қаша жөнелді. Тыныштық ма? Жібек әже немересіне таңырқай қарап тұрды. Қарағым-ау, сен мұны қайдан үйрендің? Сені қалада кеңседе отырады деуші еді. Аружан күлімсіреп, әжесінің қолынан сүйді. Әже, бұл жай ғана өзін-өзі қорғау курсы ғой. Уайымдамаңыз, қазір шай ішейікші. Бірақ Аружан іштей сезді, бұл тек бастамасы ғана. Тайсон сияқтылар оңай берілмейді. Қара шыңғыс бұл қорлықты кешірмейді. Ол үйге кіріп, сөмкесінің жасырын бөлігіндегі байланыс құралын шығарды. Бүркіт шақырады. Мен нысан адамын. Ауылда жағдай шиеленісті. Қолдау керек болуы мүмкін, деді ол қысқа ғана. Түн ортасында тау жақтан бөрілердің ұлығаны естілді. Бірақ бұл жолы ауылды қорғайтын нағыз бөрі Жібек әженің үйінде отыр еді. Бөлім, қасқырдың азуы, қара шыңғыстың қаһары. Қаланың қақ ортасындағы зәулім бизнес орталықтың ең жоғарғы қабатында ауыр үнсіздік орнаған. Бөлме іші қымбат темекі түтініне толған. Үлкен былғары орындықта арқасын беріп, қаланың шамдарына қарап қара шыңғыс отыр. Ол осы өңірдегі бүкіл заңсыз бизнесті уысында ұстап отырған, атынан адам шошитын қылмыс әлемінің серкесі. Есік ашылып, бөлмеге беті басы таңылған Тайсон мен оның жігіттері кірді. Олардың түрінен зәресі ұшқаны анық көрініп тұрды. Сонымен шыңғыс дауысын шығармай баяу бұрылды. Оның суық жанары Тайсонның сынған мұрнына қадалды. Бес дәу жігітті бір бой жеткен жер сипатып жіберді дейсің бе? Мен сендерді қасқыр деп асырап жүрсем, сендер жай ғана күшік екенсіңдер ғой. Қожайын ол жай қыз емес. Тайсонның даусы қалтырап кетті. Оның қимылы ол адам емес, елес сияқты. Біз не болғанын түсінбей де қалдық. Оның соққысы бетон соққандай ауыр. Шыңғыс қолындағы стаканын үстелге сарт еткізіп қойды. Маған сылтау керек емес. Менің абыройымды төктіңдер. Егер сол жерді ертеңге дейін босатпасаңдар, сендердің бастарың сол алма бағында шіритін болады. Құзғынды шақырыңдар. Тайсонның түсі қашып кетті. Құзғын шыңғыстың ең қатыгез жалдамалы қанішері еді. Ол келсе, ешкімді тірі қалдырмайтынын бәрі білетін. Ауылдағы тыныштық, дайындық. Ауылда кеш батып, таудан соққан салқын жел алма ағаштарының арасымен сықырып өтіп жатты. Аружан әжесін ұйықтатып сыртқа шықты. Ол үстіне қара түсті тактикалық киімін киіп, белбеуіне арнайы пышағын тақты. Оның қолында түнде көретін құрылғы пымық бар еді. Ол ауланы аралап жүріп, бірнеше сюрприздер дайындады. Ескі сымдардан тұзақ құрып, бақтың кіреберісіне дыбыс беретін белгілер орнатты. Ол бұл жердің жай ғана бақ емес, нағыз майдан даласы болатынын сезді. Ниваның жүк салғышынан ол өзінің негізгі қаруын, дыбыс өшіргіші бар тапаншасын және байланыс құралын алды. Бүркіт, мен байланыстамын. Жаудың келуін күтіп отырмын. Нысанасы әжемнің үйі. Кез келген заңсыз әрекетке қатал жауап беремін, деді ол рацияға. Осы сәтте үйдің есігі сықырлап ашылып, Жібек әже шықты. Ол немересінің үстіндегі киімін, қолындағы қаруын көріп үнсіз қалды. Оның көзінен бәрін түсінгені байқалды. Аружан, деді әжесі баяу дауыспен. Сенің мемлекеттік қызметің осындай ма? Сен соғысқа кеткенің бе? Аружан қаруын жасырып үлгермеді. Ол әжесіне жақындап қолынан ұстады. Әже, мен елді қорғаймын. Ал ел сізден басталады. Кешіріңіз, сізді уайымдатқым келмеген еді. Бірақ бүгін түнде үйден шықпаңыз. Терезеден аулақ болыңыз. Жібек әже немересінің маңдайынан иіскеді. Сенің атаңда соғыста барлаушы болған. Қаны тартқан екен ғой. Бағың ашылсын, құлыным. Тек аман болсаң екен. Түнгі шабуыл, құзғынның келуі. Түн ортасы ауғанда ауыл шетінде үш қара түсті көліктің шамы сөндірілді. Олардан қара киінген, бетперде таққан 8 адам түсті. Олардың басында, қолында ұзын мергендік мылтығы бар, арқ келген, жанары суық құзғын тұрды. Тәртіп бойынша жұмыс істейміз, деді құзғын суық дауыспен. Үйді қоршаңдар. Тірі жан қалмасын.
Кемпірді де, қызды да жойыңдар. Бізге жер керек, адам емес. Қарақшылар аулаға жақтан кіре бастады. Олар бұл жерде кәсіби жауынгер күтіп тұрғанын білмеді. Бірінші қарақшы бақтың ортасына жете бергенде, аяғы жіңішке сымға ілініп кетті. Сол сәтте үстінен ауыр бөрене құлап, оны жерге жабыстырып тастады. Ол тіпті дыбыс шығарып үлгермеді. Екіншісі мен үшіншісі үйдің артына өтпек болғанда, қараңғылықтан Аружанның бейнесі пайда болды. Ол елес сияқты дыбыссыз қозғалды. Бір соққы біріншісі есінен танды. Екіншісі пышағын суырып үлгергенше Аружан оның қолын бұрап, өз қаруымен санына қадап жіберді. Не болып жатыр? Құзғын рациядан сыбдыр естіп, мазасыздана бастады. Төртінші, жауап бер. Жауап орнына рациядан Аружанның суық даусы естілді. 8-дің 3-і кетті. Қалғандарыңды да осалма бағының астына көмемін. Құзғын, сенің кезегің келді. Құзғын ашудан тістеніп, мылтығын нысанаға алды. Сені тапқан жерде басыңды жарамын, қысымақ. Ол инфрақызыл сәулемен ауланы тексере бастады. Бірақ Аружан бұл тактиканы жақсы білетін. Ол арнайы түтін шығаратын гранатаны лақтырып жіберді. Бақ іші бір сәтте ақ тұманға оранды. Құзғын ештеңе көре алмай қалды. Осы сәтте Аружан оның артынан пайда болды. Оның қолында тапанша емес, ескі ауылдың кетпені бар еді. Ол мұны әдейі істеді, жаудың рухын басу үшін. Құзғын, деді ол оның құлағының түбінде. Құзғын жалт бұрылып, пышағын сілтеді. Бірақ Аружан оның қолын темірдей ұстап алды да, соққымен бетін қиратты. Екеуі жерде алса кетті. Құзғын кәсіби болғанымен, Аружанның арнайы жасақтағы дайындығымен кек оты басым түсті. Аружан оның қолын қайырып жерге басты. Шыңғыс қайтып бар, деді ол, оның құлағын бұрап. Бұл жер қасиетті. Мұнда оның арам аяғы баспасын. Келесі жолымен тірі жібермеймін. Осы кезде ауылдың басқа шетінен полицияның сиренасы естілді. Аружанның шақыртуы бойынша оның бөлімі де келіп жеткен еді. Шайқастан кейін таң атқанда ауылдың іші қарбаласқа толды. Қарақшылар кісенделіп көліктерге тиелді. Құзғынның беті басы қан жоса, оның көзінен тек қорқыныш қана көрінеді. Аружан әжесінің қасына келіп, оның иығына басын қойды. Ол шаршаған еді, бірақ жеңіс оның еңсесін тіктетті. Әже, енді бәрі жақсы болады, деді ол. Бірақ ол білмеді. Қара Шыңғыс мұндай жеңілісті кешірмейді. Ол қаладан өзінің ең үлкен қарулы тобын және сатылған шенділерді іске қосуға дайындалып жатқан еді. Бұл соғыс енді нағыз халықаралық деңгейге шықпақшы. Себебі Шыңғыстың артында шетелдік корпорациялар тұрған болатын 3 бөлім, қоршаудағы ауыл. Сұр жыландардың келуі. Қара Шыңғыс жеңілісті мойындайтын адам емес еді. Құзғынның тасталған болып ұсталғаны туралы хабар жеткенде, ол ашудан емес, су есеппен жымиды. Ол Аружанның қарапайым қыз емес, арнайы дайындықтан өткен кәсіби жауынгер екенін түсінді. Ал кәсіби жауынгерге қарсы кәсіби армия керек. Байланысқа шығыңдар, деді Шыңғыс көмекшісіне. Маған сұр жыландар керек. Және облыстық полиция бастығына хабарласыңдар. Шалқар ауылы бір тәулікке карантинге жабылуы тиіс. Ешқандай байланыс, ешқандай көмек сырттан келмеуі керек. Бұлан тобының келуі. Таңертең ерте ауыл шетіне ескі тозығы жеткен жүк көлігі келіп тоқтады. Оның ішінен үстеріне қарапайым құрылысшы киімін киген, бірақ дене бітімі шымыр 3 жігіт түсті. Олар Жібек әженің үйіне бет алды. Бұл Аружанның сенімді серіктері, бұлан арнайы жасақ бөлімінің мүшелері еді. Батыр топтың ауыр артиллериясы 2 метрлік алып, кез келген темірді қолмен етін күші иесі. Берік байланыс және техника маманы, әлемдегі кез келген жүйені бұзып кіре алатын хакер. Дамир Мерген, 1 шақырым жерден тиінді қақ жаратын Сүрмерген. Капитан, бұйрық бойынша келдік. Батыр әзілдеп әскери сәлем берді. Мынау ма әлгі алма бағы деген майдандаласы. Аружан достарын көріп іштей жеңілдеп қалды. Жігіттер, ресми емес демалыстамыз. Бірақ жағдай күрделі. Шыңғыс шетелдік жалдамалыларды шақыртты. Олар сұр жыландар. Сирия мен Ливияда соғысқан қаншерлер. Блокада ауылдың оқшаулануы.
Түс қайта беріп ноутбугын ашып басын шайқады. Аружан, жаман жаңалық. Ауылдағы бүкіл ұялы байланыс пен интернет бұғатталған. Олар қуатты рэп, радиоэлектронды күрес құрылғысын іске қосты. Біз оқшаудамыз. Жолдарда жабылды, техникалық жұмыстар деген сылтаумен ешкімді кіргізбей жатыр. Жібек әже қонақтарға бауырсақ пен шайын беріп жүріп әңгімені тыңдап отырды. Қарақтарым, менің үйім үшін бастарыңды қатерге тікпеңдер. Олар бәрібір қоймайды ғой, деді әже мұңайып. Әже, бұл тек сіздің үйіңіз емес, деді Дамир мылтығын тазалап жатып. Бұл біздің намысымыз. Олар бүгін сіздің бағыңызды алса, ертең бүкіл ауылды құртады. Біз мұндамыз, демек олар жеңілді деген сөз. Сұр жыландардың алғашқы қадамы. Күн батар алдында ауылдың үстінен қара түсті дрон ұшып өтті. Берік оны бірден байқады. Олар бізді барлап жатыр. Саны 15 адам. Үшеуі мерген. Қалғандары штурмдық топ. Олар түнде шабуыл жасайды. Аружан ауылдың ер азаматтарын жинауға шешім қабылдады. Ауыл клубында 30 шақты жігіт жиналды. Олардың қолдарында аңшы мылтықтар мен айыр кептер бар еді. Жігіттер, деді Аружан сабырмен. Қарсы келе жатқандар аяушылықты білмейтін кәсіби өлтірушілер. Бірақ бұл біздің жеріміз. Біз тауды да, сайды да 5 саусағымыздай білеміз. Маған сеніңіздер, біз оларды осы жерде жеңеміз. Ол ауыл жігіттерін топқа бөліп, стратегиялық нысандарды күзетуге қойды. Батыр аулаға бекініс салып, Дамир таудың басына ең қолайлы нүктеге көтерілді. Түнгі қорқыныш. Түн жамылғанда ауылдың шетінен 3 қара түсті бронды көлік көрінді. Олардан түскендер сұр жыландар еді. Олардың киімдері мен қарулары ең соңғы үлгідегі технологиямен жарақтанған. Олардың басшысы лақап аты Вольф қасқыр еді. Ол суық, эмоциясыз адам болатын. Нысана ақ үй. Кім кедергі келтірсе жойыңдар. Бізге ақпарат бойынша мұнда бір арнайы жасақ капитаны жүр. Оны тірідей алсаңдар, сыйақы 2 есе болады, деді Вольф. Олар дыбыссыз, түнде көретін құрылғылармен аулаға жақындады. Бірақ берік орнатқан датчиктер жұмыс істеп тұр еді. Олар келді, деді Аружан рациямен. Батыр, бірінші кезеңді баста. Сәтте ауылдың шетінде орнатылған қуатты прожекторлар кенеттен жанып, жалдамалыларды соқыр қылып жіберді. Олар күтпеген соққыдан абдырап қалғанда, тау жақтан Дамирдің мылтығының дауысы естілді. Тарс. Жалдамалылардың байланысшысы жерге сұлап түсті. Шайқас шыңы. Ауланың ішінде нағыз тозақ басталды. Батыр темір қалқанды ұстап алға шықты да, жаудың оғын өзіне қабылдап достарына жол ашты. Аружан болса көлеңке сияқты қозғалып, жаудың ту сыртынан пайда болды. Ол 2 жалдамалыны бір сәтте пышақпен залалсыздандырды. Оның қимылында ешқандай қателік жоқ еді. Бұл оның неше жылдық жаттығуының нәтижесі. Алайда сұр жыландар да осал емес еді. Олар есін жиып, үйге қарай граната лақтыра бастады. Жібек әже жертөледе тығылып отыр еді, бірақ жарылыстың күшінен үйдің бір бұрышы опырылып түсті. Әже. Аружан айқайлап жіберді. Оның жүрегі қатты соқты. Ашу-ыза оны билеп алды. Ол Вольфтың қай жерде жатқанын сезді. Аружан ештеңеге қарамастан оқ жауын астында алға ұмтылды. Ол жаудың басшысымен бетпе-бет келуі керек еді. Вольф, деп ақырды ол қараңғылыққа. Шық, егер еркек болсаң. Түтіннің арасынан Вольф шықты. Оның қолында үлкен жауынгерлік пышақ бар еді. Сонымен бүркіт осы екен ғой, деді ол мысқылдап. Көрейік, кімнің тырнағы өткір екенін. Екеуі аяусыз жекпе-жекке шықты. Бұл тек физикалық күш емес, бұл 2 түрлі мектептің, 2 түрлі идеологияның соқтығысуы еді. 4 бөлім, қанды айқас, намыс пен сатқындық. Алма бағының іші қою түтін мен күкірт иісіне толған. Түннің тыныштығы автомат дауыстар мен жарылыстардан күл талған болды. Аружан мен Вольф бір-біріне қарама-қарсы тұр. Вольфтың қолындағы ұзын пышақ ай сәулесімен шағылысып суық жылтырайды. Оның жүзінде адамгершіліктің нышаны жоқ, тек аңға тән қатыгездік қана бар. Сенің соққыларың жаман емес, капитан, деді Вольф мысқылдап пышағын ойнатып. Бірақ сенің әлсіздігің мына бақ пен мына кемпір.
Ал менде ешқандай бауыр басу жоқ. Менің жұмысым тек жою. Аружан үндемеді. Ол тынысын реттеп, бүкіл күшін жұдырығына жинады. Вольф кенеттен алға ұмтылып, пышағын Аружанның алқымына сілтеді. Аружан жалт беріп, оның қолын қағып жіберді де, тізесімен оның бүйіріне соққы бағыттады. Вольф ауырсынуды сезбейтіндей, бірден бұрылып, Аружанның иығынан осып өтті. Төбедегі жекпе-жек. Шайқас қыза түсті. Аружан Вольфтың кәсіби жалдамалы екенін, оның әр қимылы өлімге бағытталғанын түсінді. Аружан ескі ауыл техникасын арнайы жасақ тактикасымен ұштастырды. Ол жерде жатқан кетпеннің сабын тез іліп алып, оны таяқ ретінде пайдалана бастады. Кетпен сабы Вольфтың пышағына қарсы мықты қорғаныс болды. Бұл жер менің балалығым өткен жер, деді Аружан, Вольфтың кеудесіне жойқын соққы беріп. Сен сияқтылар мұнда тек өлім табады. Аружанның кезекті соққысы Вольфтың қолындағы пышақты ұшырып жіберді. Ол ашуланып Аружанға атылды, бірақ Аружан оны иығынан асыра лақтырып жерге нық басты. Сол сәтте бақтың шетінде тағы бір жарылыс болды. Бұл батырдың жаудың брондалған көлігін жойған сәті еді. Жібек әжені құтқару. Батыр, Берік, әжемнің қасына барыңдар. Аружан рациямен айқайлады. Ол Вольфты ес-түссіз күйде байлап тастап үйге қарай жүгірді. Үйдің бұрышы опырылып, жертөлеге баратын жолды тастар басып қалған екен. Аружан мен Батыр ауыр бетон блоктарды қолмен көтеріп жол ашты. Әже, естисіз бе? Аружанның дауысы дірілдеп шықты. Жертөленің тереңнен әлсіз жөтел естілді. Жібек әже шаң басып қалса да аман екен. Батыр оны абайлап көтеріп сыртқа алып шықты. Әже немересінің қанға малынған иығын көріп көзіне жас алды. Құлыным-ау, сен амансың ба? Мені қойшы, өзіңе не болған? Жібек әже қалтыраған қолымен Аружанның бетін сипады. Бәрі жақсы, әже. Біз жеңдік, деді Аружан, бірақ ол қателескен еді. Сатқындықтың беті, полковник Маратов. Таң атып келе жатқанда, ауылдың кіре берісінде полиция мен ОМОНның ондаған көліктері көрінді. Бірақ бұл құтқарушылар емес еді. Көліктен түскен облыстық полицияның полковнигі Маратов еді. Ол Қара Шыңғыстың ең жақын одақтасы, сатылған шенді болатын. Маратов дауыс зор айтқышпен айқайлады. Назар аударыңдар. Шалқар ауылында террористік топ жасырынып жүр. Олардың басшысы Аружан Сұлтанова, барлығы қаруларын тастап берілсін. Қарсылық көрсеткендер оққа ұшады. Бұл үлкен соққы еді. Арнайы жасақтың капитаны бір сәтте террористке айналды. Маратов Шыңғыстың бұйрығымен Аружан мен оның достарын заңды түрде жоюды көздеді. Капитан, бұл не деген сұмдық? Берік ноутбугіне қарап аң-таң болды. Олар бізді мемлекеттік деңгейде іздеуге салып тастады. Байланыстың бәрі кесілген, біз өз басшылығымызға жете алмаймыз. Ақырғы шешім. Ауылдың жігіттерімен Аружанның тобы үйдің маңына жиналды. Олар қоршауда қалды. Бір жағында заңды жамылған сатқындар, екінші жағында абырой мен жер. Біз сатқындарға берілмейміз, деді Аружан нық дауыспен. Батыр, Дамир, Берік, сендер шегініңдер. Әжемді тауға алып кетіңдер. Мен мұнда қалып, олардың назарын аударамын. Бұл бұйрық? Жоқ, капитан. Біз бірге келдік, бірге етеміз. Батыр автоматын оқтады. Сатқын Маратовтың кім екенін бүкіл ел білуі керек. Аружан терезеден қарап тұрып, ОМОНның шабуылға дайындалып жатқанын көрді. Ол іштей бір шешімге келді. Ол өзінің бейнекамерасын қосып, Маратовтың әрекеттерін және Вольфтың куәліктерін жазып ала бастады. Бұл олардың соңғы үміті еді. Берік, деді Аружан, мына видеоны спутниктік канал арқылы тікелей эфирге шығарудың амалын тап. Егер біз өлсек те, шындық өлмеуі керек. Дәл осы сәтте алғашқы граната үйдің ауласына келіп түсті. Екінші шайқас басталды. Бірақ бұл жолы Аружан тек бандиттермен емес, өзі қызмет ететін жүйенің сатқындарымен шайқасуға мәжбүр болды. Қара Шыңғыстың келуі. Маратовтың көліктерінің артынан қара түсті Rolls-Royce келіп тоқтады. Одан Қара Шыңғыс түсті. Ол ауылдың өртеніп жатқан бағына қарап, мысқылдап күлді. Сұлтанова, сенің ойының аяқталды, деді өзіне өзі.
Күште, заң да менің жағымда. Бұл жер бүгін менің меншігіме айналады. Алайда Шыңғыс бір нәрсені ұмытты, жараланған жолбарыс ешқашан берілмейді. Ал Аружан қазір нағыз ашулы жолбарысқа айналған еді. 5 бөлім, тауға шегіну, соңғы бекініс. Ауылдың шеті лаулаған отқа оранды. Полковник Маратовтың бұйрығымен ОМОН сарбаздары үйді оқ жаудыра бастады. Олар үшін Аружан мен оның достары тек жойылуы тиіс нысаналар ғана. Бірақ Маратов бір нәрсені есептемеді. Ол кәсіби жауынгерлерді өз үйінде, өз жерінде қоршауға алды. Батыр, түтін шығар. Дамир, оң жақ қапталдағы прожекторларды өшір. Аружанның дауысы рациядан саңқ ете түсті. Батыр арнайы гранаталарды лақтырған сәтте аула қалың ақ түтінге оранды. Дамирдің мергендік мылтығынан атылған 2 оқ ОМОН көліктерінің шамдарын талқандады. Қараңғылық пен түтін арасында бұлан тобы өздерінің нағыз шеберлігін көрсете бастады. Қоршауды бұзу. Берік, видеоны жіберуге қанша уақыт керек? Аружан Жібек әжені арқасына салып, үйдің артқы есігіне қарай жылжыды. Тағы 2 минут. Спутник сигналы әлсіз, олардың кедергі жасаушы. Глушилка құрылғысы өте қуатты. Берік ноутбугын құшақтап оқ астында еңбектеп бара жатты. Аружан шешім қабылдады. Оларға шегіну керек, бірақ шегіну жеңілу емес, жауды өздеріне ыңғайлы аймаққа, яғни тау ішіне алып келу еді. Бәрің менің артымнан. Тауға қарай. Аружан бұйрық берді. Олар бақшаның жасырын соқпағы мен алма ағаштарының тасасымен тау етегіне қарай жүгірді. Маратов бұны байқап қалып, бүкіл күшін солай бағыттады. Жібермеңдер. Тірілей алыңдар немесе атыңдар. Маратовтың айқайы ауыл ішін жаңғыртты. Таудағы тылсым жол. Жібек әже жасы келсе де, немересінің арқасында отырып, жол сілтеп келе жатты. Аружан, балам, анау аюлы сайға қарай бұрыл. Ол жерде ескі үңгір бар, оны тек менің әкем білетін деді, әже сыбырлап. Тау соқпақтарымен жоғары өрлеген сайын ОМОН көліктерінің гүрілі алыстай берді. Бірақ Қара Шыңғыстың жалдамалылары, сұр жыландардың қалдықтары олардың ізінен қалмай келе жатқан еді. Олар түнде көру құрылғыларымен қаруланған, тау ішінде де қауіпті қарсылас болатын. Ақиқаттың алғашқы ұшқыны. Берік кенеттен тоқтап, қуанышты дауыспен айқайлап жіберді. Жіберілді. Капитан, видео тікелей эфирге шықты. Қазір бүкіл әлеуметтік желі мен халықаралық агенттіктер Маратовтың бетпердесін көріп жатыр. Аружанның телефонына ондаған хабарламалар келе бастады. Орталық басшылықтан, генералдардан. Маратовтың сатқындығы әшкере болды. Бірақ бұл жерде, тау ішінде, заңнан бұрын ажалдың заңы жүріп жатты. Қара Шыңғыстың соңғы көзірі, тікұшақ. Аспанда тікұшақтың гүрілі естілді. Бұл Маратовтық емес, бұл Шыңғыстың жеке тікұшағы еді. Оның бортында ірі калибрлі пулемет орнатылған болатын. Төмен жатыңдар. Аружан айқайлап үлгерді. Оқтар тастарды қақ айырып, ағаштардың бұтақтарын қиып түсті. Олар тығырыққа тірелді. Алдында тікұшақ, артында жалдамалылар. Осы сәтте Жібек әже Аружанның қолынан ұстады. Балам, мына жартастың астында ескі динамиттер мен тау-кен жұмыстарынан қалған жарылғыштар болуы керек. Менің әкем оларды осында жасырған. Егер соларды тапсаңдар. Батыр бірден іске кірісті. Ол тастарды қопарып, әже айтқан темір жәшікті тапты. Ескі болса да, жарылғыш заттар әлі де іске жарайтындай еді. Таудағы жарылыс. Дамир, тікұшақтың жанармай багын көзде. Батыр, жарылғышты мына соқпаққа орнат. Аружан соңғы шайқасқа бұйрық берді. Тікұшақ төмендеп соңғы соққыны жасамақ болғанда, Дамирдің оғы нысанаға дәл тиді. Сонымен қатар Батыр жарылғышты іске қосты. Жоғарыдан құлаған алып тастар мен жарылыс толқыны сұр жыландардың жолын жауып, тікұшақты таудың қабырғасына соғуға мәжбүр етті. Жеңіс пе? Таң атып келеді. Тау ішінде тыныштық орнады. Аружан мен оның тобы, Жібек әже аман есен үңгірден шықты. Төменде, ауылда Маратовтың адамдарын басқа, орталықтан келген арнайы жасақтар тұтқындап жатқаны көрінді. Видео өз ісін істеді. Бірақ Қара Шыңғыстың көлігі жолдың бойында жоқ еді. Ол қашып үлгерген. Капитан, Шыңғыс жоқ.
Ол шекараға қарай бет алған сияқты, деді Берік планшетіне қарап. Аружан жібек әженің бетінен сүйді. Әже, сіз бізді құтқардыңыз. Енді соңғы есеп айырысу қалды. Бар, балам. Қасқырды інне дейін қуу керек, деді әже нық дауыспен. Аружан мен оның жігіттері тікұшақтан қалған жол талғамайтын көлікке мініп Шыңғыстың ізіне түсті. Бұл соғыс енді тау етегінде емес, қаланың зәулім сарайларында аяқталмақ. 6 бөлім. Қалалық қамал, аждаһардың ұясы. Таудың салқын желі артта қалды. Алматының түнгі шамдары алыстан жарқырап көрінгенімен, Аружан үшін бұл жарық емес, нағыз жаудың мекені. Нива көлігі тас жолмен зымырап келеді. Көлік ішіндегі ауыр үнсіздікті тек Беріктің ноутбугының пернелерін басуы ғана бұзады. Капитан, Шыңғыстың сигналын таптым, деді Берік, бетіне экранның көкшіл жарығы шағылысып. Ол шекараға қашпапты. Өз ордасына, Apex Tower бизнес орталығына тығылған. Ол жер нағыз қамал. Жеке күзет, брондалған есіктер, және ең сорақысы, заңды түрде, ол әлі де құрметті кәсіпкер. Аружан рульді қаттырақ қысты. Оның иығындағы жарасы сыздап барады, бірақ ол бұл ауырсынуды сезбейтіндей. Ол өзін қауіпсіз сезініп отырған шығар. Видео тараса да, ол бұл монтаж немесе бұл террористердің арандатуы деп ақталуға тырысады. Бірақ ол біздің келе жатқанымызды білмейді. Дамир, жағдай қалай? Мылтығым дайын, деді Дамир артқы орындықтан. Ғимараттың қарама қарсы бетіндегі қонақ үйден ыңғайлы нүкте таптым. Егер ол терезеге жақындаса, мәселе шешіледі. Жоқ, Дамир, деді Аружан суық дауыспен. Маған оның өлімі ғана емес, оның бүкіл жүйесінің күйрегені керек. Ол тірідей жауап беруі тиіс. Қалалық операция, жасырын кіру. Түн ортасы ауғанда бұлан тобы қала орталығындағы жасырын қоймаға жетті. Мұнда олардың арнайы қару-жарақтар мен жабдықтары жасырылған еді. Аружан қарапайым киімін тактикалық түнгі елес костюміне ауыстырды. Жоспар былай: Берік, сен ғимараттың қауіпсіздік жүйесін бұзып, лифттер мен камераларды бақылауға аласың. Батыр, сен негізгі кіреберістен назарды аударасың. Мен желдеткіш шахтасы арқылы 50-ші қабатқа Шыңғыстың кабинетіне көтерілемін. Түсінікті. Батыр үлкен қалқаны мен ауыр пулеметін оқтады. Аздап шу шығару менің сүйікті ісім. Аждаһардың ұясында. Apex Tower ғимараты түнгі аспанда қарауытып тұр. Аружан ғимараттың шатырынан арқанмен төмен түсіп желдеткіш жүйесіне енді. Ішіндегі ауа салқын әрі темір иісі шығады. Ол дыбыссыз, жыланша жылжып Шыңғыс отырған қабатқа жақындады. Осы сәтте Берік рациямен хабар берді. Капитан, жаман жаңалық. Шыңғыс жалғыз емес. Онымен бірге тағы 2 шетелдік кеңесші отыр. Және күзет саны біз ойлағаннан 2 есе көп. Олар сұр жыландардың элиталық тобы. Сақ бол. Аружан тордың саңылауынан қарады. Зәулім кабинетте Шыңғыс қымбат виски ішіп, телефонмен біреуге ақырып жатыр еді. Маратовты құрттыңдар. Ол тым көп біледі. Ал ана қызды, оны тауып, басын маған әкеліңдер. Шыңғыстың дауысы кетке толы еді. Аружан торды дыбыссыз ашып кабинеттің қараңғы бұрышына түсті. Ол көлеңке сияқты қозғалды. Бірінші күзетші оны байқап үлгергенше Аружан оның кеңірдегін қысып, ес-түссіз күйде жерге жатқызды. Ақтық бетпе-бет. Шыңғыс кенеттен бөлмеде біреудің бар екенін сезгендей артына бұрылды. Кабинеттің жарығы кенеттен сөніп, тек қаланың неоны ғана бөлмеге әлсіз жарық түсірді. Кім бұл? Күзет. Шыңғыс үстелінің астындағы тапаншасына жармасты. Бірақ Аружан одан жылдам еді. Ол пышағын лақтырып, Шыңғыстың қолындағы қаруды ұшырып жіберді. Күзетің келмейді. Шыңғыс, олар қазір Батырмен әңгімелесіп жатыр. Аружан қараңғылықтан шықты. Оның жанарынан от шашып тұрғандай еді. Сен? Шыңғыс орындығына сүйеніп шегінді. Сен тірісің бе? Менің жыландарым сені жойды деп ойлап едім. Сенің жыландарыңның тістерін жұлып алдым. Аружан оған жақындады. Бүгін сенің империяң құлайды. Әжемнің алма бағының әрбір жапырағы үшін, ауылдың әрбір тасы үшін жауап бересің. Дәл осы сәтте кабинеттің есігі жойқын соққымен ашылды. Ішке Шыңғыстың ең соңғы жалдамалысы, лақап аты Бритва, ұстара деп аталатын қанішер кіріп келді.
Оның қолында 2 болат қанжар бар еді. Капитан, менің демалысым аяқталды, деді бритва суық жымиып. Енді нағыз биді бастаймыз. Қамал ішіндегі шайқас. Аружан Шыңғысты ұстауы керек, бірақ оған бритва кедергі болып тұр. Олардың арасында аяусыз жекпе-жек басталды. Бритваның қимылдары өте жылдам, ол пышақтарымен ауаны тіліп, Аружанның бетіне, кеудесіне шабуыл жасады. Аружан кабинеттегі ауыр былғары орындықты қалқан ретінде пайдаланып, жаудың соққысын тойтарды. Сосын ол Шыңғыстың үстеліндегі гранит мүсінді алып, бритваның тізесіне лақтырды. Сүйектің сытырлаған дыбысы естілді. Бритва ақсаңдап қалғанда Аружан оны желкесінен ұрып, терезеге қарай итеріп жіберді. Шыны шытынап, бритва 50 қабаттан төменге, қараңғылыққа қарай құлады. Шыңғыстың соңы. Аружан Шыңғыстың жағасынан алды. Оның көзінен өлім қорқынышын көрді. Сөйле. Кім саған бұйрық беріп отыр? Артында кім тұр? Аружан оны қылқындыра бастады. Шыңғыс қан аралас күлді. Сен ештеңе білмейсің. Мен тек құрылысшымын. Нағыз архитектор әлі де көлеңкеде. Ол сенің әжеңді ғана емес, бүкіл еліңді сатып жіберген. Сол сәтте ғимараттың дабылы ұлып, төбеден арнайы жасақтар түсе бастады. Бірақ бұл Аружанның достары емес еді. Бұл Шыңғысты тазартуға келген белгісіз топ болатын. Берік, бұлар кімдер? Аружан рациямен айқайлады. Капитан, бұлар полицияда емес, бандиттерде емес. Бұлар кеңсенің адамдары. Олар куәгерді, Шыңғысты жоюға келді. Қашыңдар. Аружан Шыңғысты қолынан ұстап кабинеттен шыға бергенде, ғимараттың ішінде жойқын жарылыс болды. 7 бөлім. Көлеңкеден шыққан ақиқат. Жарылыс толқыны ғимараттың 50 қабатындағы барлық шыныларды күл-талқан қылды. Аружан мен Шыңғыс қарама-қарсы бағытқа ұшып кетті. Құлақ тұндыратын жаңғырық пен қара түтін бөлмені бір сәтте басып қалды. Ғимарат теңселіп, өрт дабылы ұлып, төбеден су шашыла бастады. Аружан есін тез жиды. Оның құлағы шыңылдап тұрса да, кәсіби инстинкті іске қосылды. Ол түтін арасынан Шыңғысты іздеді. Ол тірі болу керек. Ол архитекторға апаратын жалғыз жіп. Кеттік, орныңнан тұр. Аружан Шыңғыстың жағасынан алып, жоғары көтерді. Шыңғыстың беті қан жоса, көзінде тек үрей ғана бар. Ол өзін өлтірмек болған кеңсенің қатыгездігінен есеңгіреп қалған. Олар мені құртқысы келді, Шыңғыс қалтырап әзер сөйледі. Мен оларға бәрін бердім, ал олар. Сөйлеуді кейінге қалдыр. Қазір аман шығуымыз керек, Аружан рациясын қосты. Берік, Батыр, жағдай қалай? Капитан ғимараттың кіреберісін кеңсенің арнайы жасағы жауып тастады. Олар полиция емес, олар кәсіби тазалаушылар. Лифттер істен шықты. Біз төменгі қабатта соғысып жатырмыз. Батырдың дауысы автомат даусымен жарыса естілді. Шахта арқылы қашу. Аружан Шыңғысты лифт шахтасына қарай сүйреді. Олардың артынан газқағар киген, қара киімді 3 адам шықты. Бұлар кеңсенің үнсіз жендеттері. Олардың қолдарындағы дыбыс өшіргіші бар тапаншалар дыбыссыз оқ жаудырды. Аружан Шыңғысты бұрышқа итеріп жіберіп, өзі жерге домалап түсті. Ол белбеуіндегі соңғы жарық дыбыстық гранатаны лақтырды. Жарқ! Жаулары көзін көлегейлеп қалғанда, Аружан екеуін дәл соққымен сұлатып, үшіншісінің қаруын тартып алды. Шахтаға секір. Арқанға жабыс. Деп ақырды ол Шыңғысқа. Олар темір арқанмен төменге қарай сырғып түсті. Жоғарыдан оқтар ұшып, шахтаның теміріне тиіп, ұшқын шашып жатты. 10-шы қабатқа жеткенде Аружан лифт есігін теуіп ашып ішке кірді. Қауіпсіз жер, ащы шындық. Батыр мен Дамирдің көмегімен олар ғимараттан артқы есік арқылы шығып, ескі қоймалардың біріне тығылды. Шыңғысты орындыққа таңып тастады. Енді айт, Аружан оның алдына отырды. Архитектор кім? Неге оған менің әжемнің жері керек? Ол жерде не жасырылған? Шыңғыс терең дем алып, басын төмен түсірді. Оның тәкаппарлығынан дым қалмаған. Сендер ол жерді жай ғана алма бағы деп ойлайсыңдар ма?
Жоқ, 1980 жылдары сенің атаң Жібек әженің күйеуі Кеңес одағының құпия геологы болған. Ол тау етегіндегі сол жерден сирек кездесетін стратегиялық маңызы бар металл кенін тапқан. Бірақ ол мұны үкіметке айтпай жасырып қалған. Себебі бұл металл жаңа буынды қару жасауға қажет. Аружан таңғалып қалды. Ол әжесінің қарапайым бағбан болған атасы туралы мұндайды күтпеген еді. Архитектор бұл жоғары лауазымды шенді деп жалғастырды. Шыңғыс, оның есімі генерал Асқаров. Ол осы металлды шетелдік корпорацияға сатып миллиардтаған доллар таппақшы. Оған тек Жібек әженің қолындағы ескі карта мен жерге иелік ету құқығы керек. Мен тек оның тапсырысын орындаушы болдым. Жаңа қауіп әже нысанада. Капитан Берік ноутбугіне қарап айқайлап жіберді. Мен Шыңғыстың телефонына келген соңғы хабарламаны бұзып кірдім. Тазалаушылардың тағы бір тобы ауылға кетті. Олар картаны күшпен алмақшы. Аружанның жүрегі мұздап кетті. Ол Астанада Шыңғысты қуалап жүргенде әжесін қорғаусыз қалдырды. Батыр, Дамир, көлікке. Біз ауылға ораламыз. Берік, жолда бізге қолдау ұйымдастыр. Аружан, Шыңғыс оны тоқтатты. Генерал Асқаров ештеңеден тайынбайды. Ол ауылды жермен жексен қылуға дайын. Оның қолында ресми билік бар. Ол сендерді мемлекеттік қылмыскер етіп көрсетіп қойды. Менің заңым әжемнің амандығы, деді Аружан суық дауыспен. Түнгі қуғын, қаладан қашу. Олар қаладан шыға бергенде артынан полицияның сиреналары естілді. Бірақ бұл қарапайым полиция емес, Асқаровтың бұйрығымен шыққан сатылған жасақтар еді. Жолды жапты. Батыр рульді шұғыл бұрды. Дамир, терезеден шық. Бізге жол ашу керек. Қала сыртындағы тас жолда нағыз атыс басталды. Дамир көліктің төбесіне шығып, қуғыншылардың дөңгелектерін дәл көздеп ата бастады. Аружан болса Шыңғыстың ақпаратын талдап, архитекторға қалай соққы беруді ойластырды. Осы сәтте Аружанның телефоны шырылдады. Бұл Жібек әже еді. Аружан, құлыным, әженің дауысы дірілдеп, артынан біреудің айқайлағаны естілді. Үйге біреулер кірді. Олар ескі жәшікті іздеп жатыр. Аружан, сақ бол. Тарс. Телефон байланысы үзілді. Аружанның жанарына қан толды. Ол енді тек арнайы жасақ капитаны емес, ол өз отбасын қорғауға аттанған ашулы жолбарыс еді. Батыр, жылдамдықты арттыр. Егер олар әжеме тиіссе, мен бүкіл Астананы өртеп жіберемін. Ауылға жақындау. Олар ауылға таянғанда алыстан Жібек әженің алма бағының өртеніп жатқанын көрді. Қызыл жалын түнгі аспанды жарық қылып тұрды. Бұл тек өрт емес, бұл Аружанның өткені мен болашағының жанып жатқан сәті еді. Аружан көліктен ол тоқтамай жатып секіріп түсті. Оның қолында автомат, жүрегінде кек, 8 бөлім, өрт ішіндегі айқас, Қаралтынның құпиясы. Ауылдың түнгі аспаны қызыл алауға боялған. Жібек әженің ондаған жылдар бойы мәпелеп өсірген алма бағы лаулап жанып жатыр. Ағаштардың шытырлаған дыбысымен қара түтін айналаны тозаққа айналдырғандай. Аружан көліктен секіріп түскенде, оның көзіне жас емес, нағыз кек толы еді. Ол үшін бұл жай ғана ағаштар емес, бұл балалық шағы, әкесі мен анасының естелігі, әжесінің маңдай тері. Батыр, Дамир, үйді қоршауға алыңдар. Мен ішке кіремін. Аружанның дауысы өрттің ысылынан да қатты шықты. Капитан, үйдің айналасында кем дегенде 10 шақты тазалаушы жүр. Олар кәсіби деңгейде бекінген. Дамир жыраның тасасына жатып, мергендік мылтығын оқтады. Үйге шабуыл, тактикалық соққы. Аружан түтінді бүркеме ретінде пайдаланып, үйдің артқы жағынан дыбыссыз жақындады. Оның қолында дыбыс өшіргіші бар, степной волк тапаншасы. Ол екі тазалаушыны бір сәтте, ешқандай дыбыс шығармай, залалсыздандырды. Осы кезде үйдің ішінен генерал Асқаровтың суық дауысы естілді. Жібек, уақытың бітті. Маған картаны бер. Ол саған ешқандай бақыт әкелмейді. Сенің немерең қазірдің өзінде мемлекеттік сатқын болып есептеледі. Егер картаны берсең, оның атын ақтап алуға мүмкіндігім бар. Аружан терезеден сығалап әжесінің орындыққа таңылып отырғанын көрді.
Жібек әженің жүзінде қорқыныш жоқ, керісінше ол генералға жиіркенішпен қарап тұр екен. Асқаров, сенің қолыңнан қан сасып тұр, деді әже нық дауыспен. Кемел Аружанның атасы, бұл металды сен сияқты ашкөздерден қорғау үшін жасырған. Ол карта ешқашан сенің қолыңа түспейді. Жойқын жарылыс және шабуыл. Аружан бұдан әрі күте алмады. Ол Дамирге белгі берді. Тарс. Дамир үйдің алдындағы жанармай бактарын атып жіберді. Жойқын жарылыс тазалаушылардың назарын аударған сәтте Аружан терезені шағып ішке атып кірді. Ол көлеңке сияқты қозғалды. Бірінші күзетшінің қолындағы автоматын тартып алып, оны өз қаруымен сұлатты. Сосын генералдың көмекшісіне қарай ұмтылды. Аружан. Жібек әже айқайлап жіберді. Генерал Асқаров тапаншасын суырып үлгерді, бірақ Аружан оның білегінен шап беріп ұстап, қаруын ұшырып жіберді. Екеуі жанып жатқан үйдің ортасында бетпе-бет келді. Сұлтанова, сен тым алысқа кеттің, Асқаров шегініп қолына пышақ алды. Сенің бүкіл бөлімің қазір жойылып жатыр. Сен жалғызсың. Мен ешқашан жалғыз болған емеспін, Аружан оған шабуыл жасады. Менің артымда ақиқатпен мына жердің киесі тұр. Атаның аманаты. Бұрылыс. Шайқас қызып жатқанда үйдің төбесінен бөрене құлап, Асқаров пен Аружанның арасын бөліп тастады. Өрт күшейіп, үй опырыла бастады. Аружан әжесінің кісенін шешіп, оны сыртқа алып шығуға тырысты. Аружан, балам, тоқта. Жібек әже оны үйдің бұрышындағы ескі пештің жанына тартты. Карта қағазда емес. Карта мына жерде. Әже пештің астындағы жасырын тасты басты. Сол сәтте қабырғаның ішінен кішкентай темір жәшік шықты. Жәшіктің ішінде ескі Кеңес одағының офицерлік белбеуі мен металл құты жатыр екен. Бұл не, әже? Аружан таңғалып сұрады. Бұл картаның кілті. Ал карта сенің мойныңдағы бойтұмардың ішінде, деді әже. Аружан бала күнінен тастамай тағып жүрген күміс бойтұмарын қолына алды. Оның ішінде микрофильм жасырылған екен. Атасы Кемел оны немересінің ең қауіпсіз жеріне өз мойнына жасырып кеткен. Сатқындықпен құтқару. Олар сыртқа шыққанда Батыр мен Дамирдің тазалаушыларды жеңіп, генерал Асқаровты қоршауға алғанын көрді. Бірақ Асқаров күлімсіреп тұрды. Сендер жеңдік деп ойлайсыңдар ма? Қараңдар, ол аспанға нұсқады. Аспанда тағы екі тікұшақ көрінді. Бұл шекаралық қызметтің емес, Асқаровтың жеке армиясының қосымша күштері еді. Олар ауылды толықтай қоршауға алды. Бірақ дәл осы сәтте Беріктің дауысы рациядан саңқ ете түсті. Капитан. Жеңіс. Мен Астанадағы бас штабтың байланысын бұзып кіріп, генерал Асқаровтың бүкіл қылмыстық схемасын қорғаныс министріне тікелей көрсеттім. Қазір бізге көмекке Бүркіт орталық арнайы жасағы келе жатыр. Радарда ондаған жасыл нүкте пайда болды. Бұл нағыз заң мен әділдіктің келе жатқан белгісі еді. Ақтық соққы. Генерал Асқаров қашып құтыла алмайтынын түсінді. Ол соңғы рет Аружанға қарай оқ атпақ болды, бірақ Дамирдің оғы оның қолындағы қаруын талқандады. Ойын аяқталды, генерал Аружан оның алдына келіп қолына кісен салды. Сіздің кеңсеңіз бүгін жабылды. Өрт сөндіріле бастады. Аружан жанып кеткен алма бағына қарап ауыр күрсінді. Бірақ Жібек әже оның қолынан ұстап күлімсіреді. Мұңайма, балам. Тамыры тірі ағаш қайта гүлдейді. Біз жаңа бақ егеміз. Ең бастысы, біз арымызды сақтап қалдық. Эпилогтың басы. Таң атты. Ауылда тыныштық орнады. Генерал Асқаров пен оның сыбайластары тізбектеліп әкетілді. Аружан мен оның жігіттері Жібек әженің аман-есен ескі сәкіде шәй ішіп отырғанын көріп масаттанды. Бірақ Аружанның қолындағы жәшік әлі де үлкен құпияны сақтап тұр еді. Атасы жасырған металл тек қару емес, ол елдің болашағын өзгертетін үлкен технологияның кілті екен. 9 бөлім. Астанадағы айқас, көлеңкелі билік. Ауылдың үстінен таңғы тұман баяу сейіліп келеді. Өрт сөндірілгенімен ауада әлі де күйік иісі мен ашы түтін сезіледі. Жібек әженің алма бағының бір бөлігі күлге айналса да, ағаштардың терең тамырлары аман қалды.
Генерал Асқаров пен оның жендеттері кісенделіп, орталықтан келген арнайы тікұшақтармен әкетілді. Бірақ Аружан бұл тек жеңістің басы ғана екенін жақсы түсінді. Атаның құпиясы, ақ құрыш. Үйдің аман қалған бөлмесінде Аружан, Батыр, Дамир және Берік Жібек әженің қолындағы темір жәшікке үңілді. Оның ішіндегі металл құтының бетінде ескі кеңестік мөр және аса құпия деген жазу бар еді. Әже, атамыз Кемел мұны не үшін жасырған? Бұл жай ғана темір емес қой. Аружан құтыны қолына алып, оның ерекше салмағы мен суық жылтырына таңғалды. Жібек әже терең күрсініп ескі суретті үстелге қойды. Суретте жас Кемел ата мен тағы екі адам зертханада тұр. Атаң бұл металды ақ құрыш деп атайтын. Бұл аса өткізгіш әрі ешқандай радарға ілінбейтін, сонымен қатар энергияны шексіз сақтай алатын материал. Ол мұны тапқанда, Кеңес одағының шенділері бұл технологияны тек жойқын қару жасауға пайдаланбақ болды. Атаң адамзаттың қаны төгілмесін деп, зерттеудің соңғы формуласын жасырып, өзімен бірге о дүниеге ала кетті. Тек мына кілтпен сенің мойныңдағы бойтұмар ғана қалды. Демек, генерал Асқаров тек делдал ғана, деді Берік ноутбугіне үңіліп. Оның артында архитектор деп аталатын халықаралық корпорацияның басшысы тұр. Ол қазір Астанада өзінің кеңсе деп аталатын зәулім штаб пәтерінде отыр. Ол бүкіл жүйені сатып алған. Шешім қабылдау. Аружан орнынан нық тұрды. Оның жанарында бұлан тобының капитанына тән қаталдық пайда болды. Жігіттер, біз бұл істі осы жерде қалдыра алмаймыз. Егер біз Астанаға барып, архитектордың тамырын қимасақ, олар ертең тағы келеді. Бұл жолы тек ауыл емес, бүкіл ел қауіпте. Капитан, біз сізбен біргеміз. Батыр автоматын тексеріп, иығын жазды. Астананың бетоны мен неоны бізді қорықтыра алмайды. Әже, сізді осында бүркіт тобының адал жігіттері күзетеді. Біз тез ораламыз. Аружан әжесінің маңдайынан иіскеді. Бар, балам. Атаңның аманатына ие бол. Жолдарың ақ болсын. Жібек әже немересін шығарып салды. Астана, Айдаһардың ұясы. Түн ортасы. Астананың сол жағалауындағы зәулім бизнес орталықтардың шамдары жарқырап тұр. Кеңсе корпорациясының ғимараты нағыз қамал. 80 қабатты шыны ғимараттың ең жоғарғы нүктесінде архитектор Эдуард Ким отырды. Ол Асқаровтың ұсталғанын білсе де сабырлы еді. Демек, капитан Сұлтанова келе жатыр дейсің бе? Эдуард Ким өзінің қауіпсіздік басшысына бұрылды. Жақсы, оны қарсы алыңдар. Бірақ ол бізге тірі керек. Оның мойнындағы бойтұмар біздің жоспарымыздың соңғы бөлшегі. Операция түнгі елес. Аружанның тобы қала шетіндегі жасырын қоймада соңғы дайындықтарын жасады. Берік ғимараттың кибер қорғанысын бұзып, лифттер мен камераларды бақылауға алды. Дамир қарама-қарсы тұрған ғимараттың төбесіне орналасып, мергенді күзетті қамтамасыз етті. Батыр мен Аружан негізгі шабуыл тобы. Бастаймыз. Аружанның бұйрығымен ғимараттың жарығы сөніп, дабыл жүйесі істен шықты. Аружан мен Батыр желдеткіш шахтасы арқылы ғимаратқа енді.